Оқушылар неге кірмей жатыр? Бүгін Zoom-мен сабақ өтіп жатсыңдар ма? Жоқ, апай, бүгін только онлайн мектепте болып жатқан. Бірінші сабақ. Бірінші сабақ қоя, сол себепті кірмей жатқандар. Жақсы, күте тұрайық кішкене. Сәлеметсіз бе, апай? Саламатсыз ба? Апай, бүгін Нұрбек сабаққа қатыса алмайды екен. Рано апай айтты. Жақсы. Бес минут өтіп кетті, сабақты бастай берейік онда, иә? Жарайды, апай. Тағы қосыла жатар оқушылар. Жалпы біз бүгін, қазір қосып алайын. Тұран апай кіріп жатыр. Жалпы біз бүгін қоршаған орта деген бөліміміздің қоршаған орта терминдер мен анықтама деген тақырыбын өтетін боламыз. Жаңа сабақты бастамас бұрын мен сендерге алдында берген үй жұмысын сұрағым келіп тұр. Орындадық па? Қандай үй тапсырмасын бердім, кім айтады? Тыңдап тұрмын. Аяужан? Апай, білмеймін, бұрынғы сабақты мен қатыса алмай қалған, интернет болмағандықтан. Сен қатыса алмай қалдың, иә? Аяужан? Сәлеметсіз апай. Саламатсыз ба? Үй жұмысын ешкім орындамады ма сонда? Аяужан, сіз маған орындап жіберген едіңіз ғой. Апай, сөйлем құрау. Иә, сөйлем құрау, тағы қандай тапсырма болды қасында? Апай, екінші тапсырма, судың адам өміріне пайдасы туралы эссе жазу, сосын төртінші тапсырма толықтауыш деген сөзге морфологиялық талдауыш. Иә, кім орындады? Толықтауыш деген сөзді талдадық па фонетикалық талдауға? Иә. Иә, Аяужан, айтып берсең. Т дауыссыз қатаң, О дауысты жуан, ашық еріндік, Л дауыссыз үнді, Ы дауысты жуан қысаң езулік, Қ дауыссыз қатаң, Т дауыссыз қатаң, А дауысты жуан, ашық езулік, У дауыссыз үнді, Ы дауысты жуан қысаң езулік, Ш дауыссыз қатаң. Болды. Дұрыс. Өте жақсы жасағансыз дыбыстық талдауды.
фонетикалық талдаудың ішіне тағы да буын саны кіреді, иә? Толықтауыш деген сөзде қанша буын бар? Білмейміз бе, қанша буын бар екен толықтауыш деген сөзде? Апай, Қанша? Төртеу ма? Үш. Тоқтауыш. Төртеу ғой апай. Дұрыс. Төрт буын бар. төртеу дұрыс апай. 4 буын бар. Бұл фонетикалық талдау сіздерге өте оңай болу керек, негізі ойланбауларыңыз керек. Жақсы, су туралы жаңағы эссені маған Аяужан ғана жіберді, шатаспасам, Гүлнұр жіберді сосын. Басқаларымыз жіберген жоқпыз. Және айқындауыш мүшелерге мен сіздерге мысал берген болатын, иә, сол сөздерге сіздер сөйлем құрау керек болғансыздар. Ешкім құраған жоқ па, үйден қараған жоқ па айқындауыш мүшені? Қарамадыңыздар, иә? Жақсы. Онда келесі сабақта тағы сұраймын айқындауыш мүшеге жаңағы сөйлемді. Себебі сіздер оны толықтай түсінбеген болатынсыздар, үйде де қайталамағандарыңыз көрініп тұр. Сол себепті ол тапсырма қалады жұмысына. Жақсы ма? Қазір осында естіп отырған оқушылардың барлығынан мен келесі сабақта сұрап шығатын болам. Естеріңізде болсын. Онда жақсы. Жаңа сабақты бастайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қоршаған орта. Сіздердің ойларыңызша қоршаған орта дегеніміз не ол? Қоршаған орта дегенде сіздердің ойларыңызға не келеді? Ойларыңызбен бөліссеңіздер. Апай, мен айтсам бола ма? Айта ғой. Апай, қоршаған орта деген ол өзіміздің өмір сүріп жатқан жеріміз, ол қоршаған ортаға көп нәрсе кіреді. Оның арасында табиғат бар. Өзің күні бойы көретін, өзің туысқандарың, достарың бар, және де қоршаған орта жайлы арқылы біз деген өмірді жақсырақ тани білеміз. Дұрыс, Қуаныш. Жарайсың. Тағы кім жауап берем дейді? Апай, мен ойымша қоршаған орта ол, мысалы, ормандар, ағаштар болып келеді. Адамдар. Иә. Біздің айналамыздағы Өмір барлығы. сүретін орта апай. Иә, дұрыс. Жақсы, дұрыс. Ойларыңыз жақсы, негізі түзу. Дұрыс ойларыңыз. Ендеше сіздерде кітапта оқулықта 131 бетте мәтін берілген, осы қоршаған ортаға байланысты. Сол мәтінді оқып шықсаңыздар 2 минут берейін, одан кейін осы көріп тұрған сұрақтарыңызға жауап бересіздер. Айбет апай. 131 бетте. Апай, мен болдым. Жақсы. Қалғандарымыз оқып біттік па?
Иә. Жақсы, онда Иә. сұрақтарға жауап берейік. Ең алдымен қоршаған орта дегеніміз не? Кім айтады? Нақты анықтамасы керек. Қоршаған орта табиғи объектілердің оның ішінде өзара қарым-қатынасындағы атмосфералық ауаны, суды, топырақты, жер қайнауында жануарлар мен өсімдіктердің дүниесін, сондай-ақ климаттық қоса алғанда табиғи ресурстардың жанды әрі жансыз жиынтығы. Жақсы, дұрыс. Келесі сұрақ. Қоршаған ортаның заңмен қорғалатын құрамдас бөлігін қалай атаймыз? Қоршаған ортаны қорғау объектілері. Дұрыс. Алинадан басқаларымызды жауап берейік. Қоршаған ортаның құрамы мен қасиеттерінің сипаттамасы не деп атаймыз? Табиғи ресурстар. Табиғи ресурстар деп атаймыз ба? Жоқ, апай, қоршаған ортаның сапасы. Иә, Ма? сапасы. Иә. Басқаларымыз оқымадық па Алинадан басқа? Айдана, Досжан, Дархан, Апай мен Ерсұлтан. Апай, қай сұрақ? Үшінші ма? Үшінші сұраққа Алина жауап беріп қой, төртінші сұраққа жауап берсеңіз, кім жауап берем дейді? Алинадан басқа. Қуаныш, жауап Апай. бересіз бе? Адамның өмір сүруі үшін қоршаған ортаның жарамдылығын айқындайтын және биологиялық алуан түрліліктің сақталуы мен экологиялық жүйелердің тұрақты пайдалануын қамтамасыз ететін қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін белгілеу. Қоршаған ортаны ластау қандай зардаптарға алып келеді деген сұраққа жауап беріңізші. Қоршаған ортаны ол өзіміздің осы адамдардың өзіне зиян болады. Себебі қоршаған ортаны ластаған кезде адамның ауызы өте кір болады, соның кесірінен талай бактерия және де вирустар адамның организміне кіреді, содан кейін адамдар ауырады. Бірақ былай далаға қарасаң, жерде мусор жатады, оның бәрі өз-өзімен келмейді ғой, оның бәрін адамдар лақтырады. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Дұрыс, өте жақсы жауап. Экологияны бұзады, иә, ондай жағдайлар. Оның зардабы адамның өзіне қайта айналып келеді, иә? Иә, өзің істесең, өзіңе зардап болып келеді. Иә, осы сұраққа тікелей қатысты қоршаған ортаны қорғауға кім міндетті сонда? Біз, адамдар. Қоршаған Адамдар, апай. қорғау үшін біз міндетті, себебі осы қоршаған ортаны қазір біздің қолымызда ғана, себебі біз оны таза ұстамасақ, ол түгелімен жаман болып Ластанады. Иә, ластанып Зардабы өзімізге тиеді, иә? Иә. Қазіргі біздің еліміздегі жағдайға байланысты вирус жүріп жатыр, иә? Соның өзі өршіп кетуінің өзі адамның кесірінен, иә? Иә. Адам өзі жан-жаққа таратып, өзі сақтанбайды, соның есебінен күнзеп қанша адам жұқтырып жатыр. Жақсы. Келесі тапсырма біздің бүгінгі сабағымыздың тілдік бағдары айқындауыш мүшелерге байланысты тапсырма. Кешірім сұраймын, үйірлі мүшелерге байланысты. Жалпы үйірлі мүше дегеніміз ол кемі екі сөзден құралатын күрделі құрамды болып келеді. Яғни бір сөйлемде толық мағыналы екі сөз, кемі екі сөз, бір сұраққа жауап беріп, бір сөйлем мүшесін атқарып тұрса, онда оны біз үйірлі мүше деп атаймыз. Түсінікті ме? Бұны сіздер жалпы синтаксис талдау жасаған кезде сөйлемге нақты көре аласыздар. Сол себепті сіздерге осындай 5 сөйлем беріп қойдым, мысал ретінде. Соның ішінен біз қазір үйірлі мүшелерді табатын боламыз. Ең бірінші сөйлем: жаз шыға қойшылар жайлауға қарай бет алды. Кім талдайын дейді? Иә. Айдана, Дархан, неге сөйлемей отырмыз, неге сабаққа қатыспаймыз?
Аяужан. Сіз талдап көріңізші бірінші сөйлемді. Аяужан. Алина. Апай, мен үйірлі мүшін дұрыс түсінбедім, қайталап жіберші. Үйірлі мүшені қазір осы сөйлемді талдап отырып, сіздер түсініп аласыздар. Ең алдымен осы сөйлемді синтекс талдауға талдап жіберейікші. Бірінші сөйлемнің баяндаушы қайсысы болады? Бет алды. Бет алды, дұрыс. Құрама баяндауыш болады, е? Бастаушы қайсысы болады? Жаз. Қойшылар болады. Жазға біз бастауышқа жатқыза алмаймыз біз жазды. Себебі контекстік мағынасында басқа сөйлем мүшесі қызметін атқарып тұр. Бұл жерде бізде қойшылар бастауыш болады, кімдер бет алды? Қойшылар бет алды болады. Қайда? Қайда бет алды? Жайлауға қарай. Демек, қандай сөйлем мүшесі болып тұр? Толықтау. Қайда деген сұраққа жауап берсе толықтауыш бола ма? Пысықтауыш. Пысықтауыш болады, иә, дұрыс, жайлауға қарай. Және қашан? Жаз шыға. Қашан? Қандай сөйлем мүшесі қызмет атқарып тұр жаз шыға? Анықтауыш. Қашан деген сұраққа жауап беріп тұрған жоқ па? Жаз шыға деген. Онда толықтауыш апай. Қашан? Тағы ойланайық, қашан деген. Мезгілін көрсетіп тұр ғой. Пысықтауыш болады, иә? Демек, енді қараңыздар, осы жерде жайлауға қарай деген бізде пысықтауыш болды, бірақ екі сөзден тұр, иә? Десе де қарай деген сөз бізде толық мағыналы сөз емес. Ол тек есім сөзбен тіркесетін көмекші есім болып келеді. Жаз шыға деген бізде екеуі де толық мағыналы екі сөз болып тұр, иә? Бірақ сөйлемде екеуі бір сұраққа жауап беріп тұр. Қашан деген және бір сөйлем мүшесін атқарып тұр. Пысықтауыш болып тұр, иә? Сол себепті біз жаз шыға деген жаңағы пысықтауышты үйірлі пысықтауыш деп айта аламыз. Түсінік пе? Апай. Түсінікті болса, екінші сөйлемге қарай көшейік. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Сөйлемнің баяндаушы қайсысы болады? Апай, жақсының. Өткен ауыз сөйлем соңында. Жақсы. Я, баяндауыш болады. Бастауышы қайсысы? Ұстазы. Ойланайық. Несі жақсы? Ұстамы. Демек, ұстамы бізде бастауыш болады. Кімнің ұстамы? Ұстаз. Кімнің ұстамы? Ұстаз. Жақсының деген сөз қайда қалды? Апай, баяндаушы. Жоқ, апай, жақсының пысықтауыш. Жоқ. Кімнің ұстамы? Мен сіздерден сұрап тұрмын ғой. Кімнің ұстамы жақсы? Ұстаздың. Кімнің ұстамы? Сұрақты түсінбей тұрсыздар ма? Кімнің ұстамы жақсы? Қай сөздерге қойып тұр кімнің деген сұрақ? Кімнің жақсының? Ұстазы жақсының деген сөзге қойылып тұр. Кімнің ұстамы жақсы? Ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Қараңыздар енді, ұстама деген бізде бастауыш болса, кімнің деген сұрақ қай сөйлем мүшесі болады демек? Ұстазы жақсының деген. Кімнің ненің деген? Анықтауыш. Енді қараңыздар, екі түрлі сөз, иә? Ұстазы деген бөлек сөз, жақсының деген бөлек сөз. Бірақ сөйлемде
сөйлемдегі мағынасына қарағанда екеуі де кімнің деген сұраққа жауап беріп тұр және екеуі де анықтауыш болып тұр. Сол себепті біз бұны үйірлі анықтауыш дейміз. Түсінікті ме? Түсінікті. Үйірлі мүше дегеніміз осы болып келеді. Осыған мән берсеңіздер. Келесі сөйлем. Сіздің ауыл бұрынғыдай емес, өзгеріпті, жаңарыпты, үлкейіпті. Бұл енді оңай болу керек сіздерге. Баяндаушы қайсысы? Үлкейіпті, жаңарыпты, өзгеріпті. Емес те жатады, иә? Емес, өзгеріпті, жаңарыпты, үлкейіпті. Бастаушы? Ауыл. Ауыл. Кімнің ауылы? Сіздің. Анықтауыш болады. Қалай? Бұрынғыдай, иә. Демек, бұл көрініп тұр. Үйірлі мүше қайсысы болды? Өзгеріпті, жаңартыпты, үлкейтіпті. Дұрыс. Жақсы. Келесі сөйлемге көшейік. Құлақ естігенді көз көреді. Баяндаушы қайсысы? Көреді. Көреді. Бастаушы? Құлақ. Көз. Көз болады. Көз көреді, иә? Көз нені көреді? Құлақ естіген. Анықтауыш. Анықтауыш болынды. Нені деп тұрмын ғой, нені? Онда пысықтауыш апай. Естігенде. Пысықтауыш емес қой, нені деген қай сөйлем мүшесінің сұрағы еді, нені? Кімді, нені деген бізде? Толықтауыш. Иә, қандай толықтауыш болады? Қай септіктің жалғауы болып тұр? Д, Д, Т, Т деген. Н, Д, Т, Т, Т деген. Сіздер толық білмей тұрсыздар ғой, сіздер септік жалғауларын. Септік жалғауларын толық білсеңіздер, сіздер онда оның толықтаушы екенін бірден білетін едіңіздер. Жақсы, қазіргі мәселе бұл емес. Көз нені көретін болды? Құлақ естігенді. Құлақ естігенді, иә? Демек, құлақ естігенді бізде толықтауыш болып тұр. Үйірлі толықтауыш болады. Себебі? Өйткені бір сұраққа жауап беріп тұр. Екі түрлі, екі толық мағыналы сөз бір сұраққа жауап беріп тұр, иә? Бір сөйлем мүшесі қызмет атқарып тұр. Сол себепті үйірлі толықтауыш болып тұр. Келесі, білімі күшті мыңды жығады. Баяндаушы қайсысы? Жығады. Жығады. Кімді жығады? Мыңды. Толықтауыш. Дұрыс, толықтауыш болады. Кім? Білімі күшті. Білімі күшті деген сөзге біз кім деп сұрақ қоямыз, иә? Демек, ол? Бастауыш болады. Үйірлі бастауыш болып тұр. Көрдіңіздер ма? Жалпы түсінікті ма үйірлі мүше дегеніміз? Сіздердің ауыздарыңызға салып бердім ғой мен. Келесі сабақта бірақ сұрайтын болам қайтадан. Маған жоқ сіздердің жауаптарыңыз, жалпы синтаксис талдауды әлі де сіздер жасай алмайсыздар толықтай. Үйде де жасамайсыздар. Жақсы, онда уақыт жоғалтпай келесі тапсырмаға кезек берейік. Жалпы сіздер синквейн әдісімен танысыздар ма? Иә. Синквейн деген қандай әдіс екенін білесіздер, иә? Демек, білсеңіздер онда тіптен жақсы. Қоршаған орта деген сөзге осындай 5 жолды өлең құрастырсаңыздар қазір. Енді қоршаған орта деген өзі екі сөз болғандықтан, оны жарайды. Бір сөз ретінде қабылдайық. 2 минут уақыт берейін.
Болдық па? Болдық па? Кім болды? Аяужан, Алина. Аяқтадық па? Бола қойыңыздар, бізде уақыт шектеулі. Апа етістікке қалай қойса болды, сонда өмір сүреді деген сияқты ма? Қоршаған орта, қорғалады, мысалға. Қорғалады деген сияқты ғой. Жаңағы мәтінге қарап шықсаңыздар да болады. Ешкім аяқтамады ма? Апа мен айтыс көрсем бола ма? Айта ғой. Екі сөз сынайсың. Әдемі, үлкен, үш сөз қорғалады, пайдаланады, өзгереді. Төрт сөзден тұратын бір сөйлем. Адамзаттың және де жануарлардың өмір сүретін ортасы. Дұрыс. Көп болып кетті. Бір синоним сөз, табиғат. Дұрыс, өте жақсы, жарайсыз. Басқа? Басқаларымыз жазбадық па? Аян, Досжан, Қуаныш, Дархан, Аяужан, Алина. Бәріңізді аттап шықтым. Ешкім жазбаған, е? Жауап берсеңіздер, тым болмаса. Апай бітейін деп қалдым. Жақсы. Жылдамдатыңыз, біздің уақытымыз аяқталып жатыр. Қоршаған орта, екі сөз снесін әдемі және үлкен. Үш сөз етістік жайнайды, құлпырады және қорғалады. Төрт сөзден тұратын бір сөйлем адам және өсімдіктердің жиынтығы, ал бір синоним сөз табиғат. Жақсы. Басқа? Аяужан, сіз бүгін сабаққа дұрыс қатыспай отырсыз ғой. Дархан, Досжан, Аян, мүлде қатыспай отырсыздар сіздер. Жақсы, онда басқалары орындамаса. Өз-өзімізді бағалап жіберейік. Сабаққа қатысып отырған оқушылардан сұраймын. Алина, айта қойыңыз. Менің ойымша түсіндім деп ойлаймын. Менің ойымша сіз толықтай түсіндіңіз, тапсырмалардың барлығына дұрыс жауап беріп, дұрыс орындап отырдыңыз. Сондықтан жарайсыз. Иә. Қуаныш, сіз де қатысып отырдыңыз ғой сабаққа? Қажыберді, сіз де қатысып отырдыңыз бүгін? Апай мен түсіндім. Өйткені және септік жағдайлар қатты айтылмады. Жақсы, әділ бағалап жатсыз өзіңізді.
Апай, мен де өзімді үшінші сатыға қоямын, түсіндім. Сіз бірақ тоқтай түсіне алмадыңыз, иә? Тапсырмаларды орындамадыңыз, иә, Аяужан? Жақсы. Келесі сабақта бұдан да жақсы нәтиже күтемін сіздерден. Әр сабақ сайын жақсы нәтиже күтуге тырысамын мен сіздерден. Ендеше үй жұмысын жазып алыңыздар. Оқулықта 133 бетте сіздерде 4-ші тапсырмада мәтін берілген. Сол мәтінге сіздер толықтай синтекс талдау жасайсыздар. Маған бүгін кешкі 6-ға дейін жібересіздер. Мен тексеремін оның барлығын, және қосымша мен негізі тапсырма беремін деп ойламаған, бұдан басқа, бірақ беруге мәжбүр болып отырмын сіздерге. Себебі 8-ші сынып оқушысына жалғаудың түрін білмеген, ол ұят, өте ұят. 5-ші сыныптың оқушыларының өзі біледі. Сондықтан жалғаудың бізде қазақ тілінде 4 түрі бар: көптік, септік, тәуелдік, жіктік жалғау. Осының 4-еуінде сіздер жаттап қайталап келесіздер. Әрқайсыңыздардан сұраймын мен келесі сабақта. Басқаларға да жеткізіңіздер осы тапсырманы. Келесі сабақтың басында міндетті түрде сұраймын. Ұяшықтармен, болмаса жай ғана бір сұрақтармен, білмеймін, әзірге нақты білмеймін қандай форматта сұрайтынымды, бірақ міндетті түрде сұраймын, және барлықтарыңыздан талап етемін ол нәрсені. Түсіндік қой, иә? Қосымша үй тапсырмасын. Жалғаудың өзі 4-ақ түрі бар. Ол 4 түрін сіздер білуге міндеттісіздер. Сол себепті тапсырма сол. Жазып алсаңыздар, бүгіндікке рахмет сіздерге, сабаққа қатысқандарыңызға. Шыға берсеңіздер болады. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыздар.